символдық жолдарға қатысты есептерді шығаратын боламыз. Бірінші мысал біздерде сөздердің орнын ауыстыру. Латын әріптерінен тұратын жолда монитор, принтер сөздері берілген. Осы сөздердің орнын ауыстырып, біз экранда көруіміз қажет. Мысал, төмендегі мысалда келтірілген нәтижелерді алатын программа кодын жазуымыз керек. Яғни килограмм деген сөз берілгенде, яғни 9 әріптен тұратыны, ұзындығы 9 символдан тұратыны, және алғашқы 4 әріп кило деп алатыны, осылай сөздердің әріптерді қиып алуға болатындығы, нәтижесі осылай шығу керек, программа кодын жазуымыз қажет. Ол үшін берілісін түсіндіру үшін бірінші запуске берейін, сол нәтижесін көрсете отырып түсіндірейін сіздерге. Программа кодын жазып қойдым, енді осыны түсіндіру үшін сіздерге запуске берейін. Біз килограмм деген сөзді енгізуіміз керек. Килограмм не енгіздік. S дегеніміз string, яғни символдық жолмен жұмыс жасауымыз үшін берілетін айнымалыны енгіземіз. Print len ұзындықты анықтау, яғни жолды берілген мәтіндегі ұзындығын анықтауымыз керек. Ол бізде 9 килограмм деген 9 символдан тұрады. Print s қос нүкте 4 болса, 0-ден 4-ке дейінгі индексті қиып алады. Яғни алғашқы 4 әріпті қиып алады. 4 символды кило. Ал 4-тен кейін қос нүкте болса, керісінше 4-ші символдан кейінгі 4-ші индекстен кейінгі символдарды қиып алады. Грамм деген сөз. Ал S5 ешқандай қос нүкте болмаса, тік жақшаға 5-ші символдан кейінгі әріпті қиып алады. Ал 6 деп тұрғанымыз 6-ші символдан кейінгі әріпті. 3, 5, 6 одан кейінгі әріпті қиып алып тұр. Енді келесі 2 мен 5-тің арасындағы символды қиып алады. Екінші әріп 4, 5-не. Сонда лог деген сөзді қиып алды. Келесі сөздері қосылып жазылу үшін килограммды тырнақша алып, қосу таңбасын қойып, грамм деген сөз жазса, екі сөз қосылып жазылады. Қандайда бір сөздерді қосып жазғымыз келсе, ортасына плюс таңбасын қоямыз. Келесі, егер де сол жазған сөзімізді бірнеше еселегіміз келсе, 3 немесе 2 еселегіміз келсе, сол сөзді жазып көбейту таңбасын қойып, нешеге еселегіміз келеді цифрды салса, сонша еселеге еселеп көрсететін болады.